الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم hürmetli Kazakistanlı hacılar. Hacılık bol Züyfur Rahman deydi, Allah Teala'nın konağı deydi. Sizde avudun ahim şakırsa kanday olasız? Avudanın ahim şakırsa kanday olasız? Endi sizde oblastın ahim şakırsa kanday olasız? Endi sizde prezident şakırsa kanday olasız? Bu alemlerden Rabbisi Allah aşıyın bir avdanın akımının altına kirseniz kayıt bilesiz. Özünüzü kara, жағдайыңызды kara, kayta ayna kara bilesiz koyun. Al prezidentin aldına kirseniz kara bilesiz. Sol üçün biz Kazakistanlık hacılar köp жерде uyatlı isteyip kılamız. Kazakistan'ın halkına köp hacılarımız bir cevap koyar. Bizden ardımızda Kazakistan var. Bizden ardımızda kalın elimiz var. Kazakistanlıklar mınандай eken dev. Sonun için bizden niyet vatkanımız kaysı hacı eken? Tamaktıb hacı eken. Niyet kılganımızdan niyet kıldım. Tamaktıb hacı desek Allah'ın razılığı için niyet kılsak осы bizge yeterli. Yer adamlar anadan tuma жалаңаш ihram kiyet. Мәсі киюлер болмайды. Toygutu жабатын аяқ киім болмайды. Көп адамдар іш киіммен болады, іш киімдерін дәрісханаға кіріп шешіп қойсын. Нәскилерін шешіп қойсын. Ал әйел кісілер өз киімдерінде бола береді. Парыз деген нәрсе бар. Мен 92 жылы Петропавлға бардым. Жұмахан деген ағамызбен бірге бардық. Сояға барып бір оқитын балдар келеміз деп бардық. Сергеевке деген жердің имамы ақсақал шал екен. Имамның алдына кіргенімізде имам қазақтың балдардың бәрі арамы деді. Оқитын бала жоқ. Бәрі шошқаның етінен арақтан пайда болған ба? Кете беріңдер деді. Бұл қандай ауыр сөз. Сахабалар кімдердің балдары еді? Сахабалардың әкелері бұтпарас еді. Құдайсыз еді. Мұсылманның перзенттері емес еді. Ал Сергеевкенің имамы қария кісі қазақтың балдарының бары арама, оқитын балдар жоқ деді. Сонда қазақтың қоғамына кірсек, Уәлихан деген кісіген Алла тірі болса, Алла өмірде берекет берсін, өліп кетсе рахметінаға болсын. Ол келе салды да әкімнің алдына алып барды. 92 жылы біздің медресемізге Сарыағаштан әкімшіліктері қатты тиіп тұрған уақыт, енді не болар екен деп білсек, Науан деген жігіт екен, әкімнің орынбасары сол қабылдап алды да, алдында мешіттің макеті тұр. Молдеке, христиандар мінерге мешіт саламыз, шіркеу саламыз дегенде, жоқ. Bir мешіт болады, мұсылмандар арыз қылып деп өзіміз арыз қойдық макетті. Мұна мешітті бітірсек, бұған имам кім болады? Муфтият қайда қарап отыр деді. Біз келдік дегеннен кейін, муфтияттан кетті ойлап қалды. Сонымен өмірімізден білген 31 оңға міндіріп, Уәлихан деген кісіні жіберіп, сен осы Петропавлдың қалаған жеріне бар бұл кісілерге балар жіберді. Жаңағы Уәлихан деген адам совхоздың директоры болған адам екен, неше жыл
Қариның ауылына барамыз деді. Сөйтіп Кеңес деген ауылға бардық. Ауылға барсақ, 70 шақты үй екен, елдің бәрін жиды да маған сөз берді. Біз тегінге Алла үшін оқытамыз. Қазақтың балалары оқысын, өзінің дінін түсінсін деген уақытында сөйден 10 бала шықты. Қазір Петропавлда қанша имам болса, соның 99% тарағаш оқыған. Мен олар шарт қылды, жылда бір рет 10 күнге өзіме келетін болды. Бір жылдан кейін келдік. Келгеннен кейін үйме кіріп жүрміз. Шақырып жатыр. Бір күні бір үйге кірсек, дуалда бір кемпірдің, бір ананың суреті тұр да, сондай бір суреткен бір бетінен нұр тамып тұр. Мынау кім десем, Жақия деген аға, бұл менің анам, Қаридің келіні деді. Қари 12 жасында Қызылжардан жоғалып қалады. 6 жылдан кейін 18 жасында біз тіреміз екі адам Түркияда оқып жатырмыз дейді. 12 жылдан кейін әрі қари болып, әрі ғалым болып келеді. Түріктер 78 түйеге кітап атып жібереді. Сол 5 облысқа тәлім береді. Сөйді медресе қылады. Қызылдар келген уақытында 24 жылы мешіт медресесінің жанында Тәңірім, мен осы Қызылдарды көрмейін деп және мағында жәмір екен. Жаңа соның келін екен ғой. Советтің уақыт басталған. Ол кезде бір ауылда бір ру ғой. Қайнағасы, колхоздың бастығы алдынан өтпейінде күтіп тұрады ғой. Жиналыста мынау халық дұшпанының келіні, бұл ескіліктің сарқыты, менің алдымнан өтпейім деп жұмыстан кешігіп, осынша уақыт тұрды. Орамалын шештейді ғой. Сонда жаңағы қараң қазақтың аналары қандай болған. Жылап тұрып қайнаға 9 жасынан бастап намаз оқып едім. 9 жасынан бастап орамал тартып едім. Енді бұл орамал менің басыммен кетеді дейді ғой. Сонда ағайындары боқта бақырып, саған сәлем таса, сенің құрметіңді қыса. Кедейлерге өз батыр бар ғой. Альхамдулилля, міне сондай аналарымыздың дуа берекеттерінен Алла Тағала біздерге осындай бақытты заман берді. Ал енді біздің әжептәуір әжелеріміз қажылыққа барғаннан кейін шаштары көріну мүмкін емес. Өзіңіздің балаңыздың алдында, ініңіздің алдында, күйеуіңіздің алдында қалай жүрсеңіз жүре беріңіз. Ал бірақ қажылыққа барғанда ше, енді үйіңізде өзіңізде сен, бірақ қажылыққа барғанда құрметті қажылар біздің артымызда Қазақстан бар. Қазақстанның қажылары мынау болатын болса, бұларда дін иман болмаса, қалғандары қандай болады деген атаққа халқымызды қалдырмайық. Күліп ойнап, жарық жүзбен, ибадаттарымыз қылып, намаздарымызды қылып, жұрттарға үлгі болайық. Қазақстан барлық елге үлгі hazır. Бір қажымыз бізбен бірге қажылыққа барған екен. Намаз оқишы деп намаз оқиды. Не деген сұмдық, мен пайғамбарымның нештен көріп қажылыққа бардым деп жатыр. Бұл намаз тастап қоймайды адам. Намаз тастап қояды бізді. Алла бұндай абыройсыздықтан өзі сақтасын. Орамалды біз тастап қоймаймыз. Орамал біз тастап қояды. Оны адамдар бұйырған жоқ. Оны пайғамбарлар бұйырған жоқ. Оны Аллах бұйырды. Аллах бұйырған істі ең құрығанда қажылыққа қылайық та, апаларым, құрдас қарындастарым, қыздарым, ең құрығанда қажылыққа барғанда осыны орындайық та. Кімнен ұяламыз? Орамал тартып жүрген кімнен ұяламыз? Қазақ халқының ешкімнің алдында кіліксіз жері жоқ. Бірде Астана Алматы бойында кетіп жатсам, бір ағыржып қалған бір біз қатар жігітті көрдім.
намаз оқисың ба десем, орнынан тұрып менімен төбелесетіндей. Не, мен адаммын ба мен? Мен доктормын. Мен Ломоносов университетінде доктор қорғамын деп Ломоносов университетін айтып, не қылды. Ай, Қазақстанда ғалым бар ма екен? Мен Қазақстанда ғалымдар не деген білмеймін. Нешен сауатсыз болғаннан кейін білмейсің де. Қазақстанда Абай сияқты, қазақ әдебиетінің атасы сияқты болған бір ғалым бар ма әлемдегі университет? Болмасам әлемнің екінші ұстазы болған Абу Наср әл-Фараби сияқты тұлға бар ма? Университет. Көп ғалымдар айтты. Ең ақырында құл болып сатылып барған, бүкіл крестілерді сындырған, монғолдарды сындырған Сұлтан Бейбарс сияқты қолбасшы болған ба деді. Міне мұсылмандар сондай болады деді. Мұсылмандар Аллахтың елшісі, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтқан, адамның жақсысы дүниесі үшін ақыретін тастамайды, ақырет үшін дүниесін тастамайды, екеуі бірдей келгенде ақыретті ұстайды деді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам мархамет қылып айтты. Мұсылман адам дүниенің ісін қылғанда өлмейтіндей қылады, ақыреттің ісін қылғанда өліп қалатындай қылады. Ешкім білмейді. Азыр бармыз, ешкім білмейді. Бірақ бізді әр уақытта өлім күтіп тұрады. Күллі ман алайха фан. Бар нәрсе өлім. Соның үшін біз барлық уақытта қыс болатынын білгеннен кейін тішкелерді турлаймыз, жан-жақтың бәрін қыламыз, соғын сойбаламыз, қыстың жағдайын қыламыз. Неге қыс келетінін білеміз. Бірақ неге біз өлімнің жағдайын қылмаймыз? Өлім бізді күтіп тұрады ғой ағайындар. Қабір бар, қабірдің ішінде сұрау бар. Міне әзір Арафатқа барамыз екен, Минаға барамыз. Ол жерде дұғалар қабыл болады. Аталарымызға, аналарымызға бәріне қан дуа етеміз. Сіз машинамен киіватсыз да, қызыл жанып тұр, өтіп кетсеңіз не болады? Не боласыз? Не боласыз? Сол сияқты исламның да, қаржылықтың да шарттары бар. Сол шарттар қылынбаса, ол қаржылық болмайды, ол дуалар қабыл болмайды. Қажылыққа барғанда айнан-айын қажылар, қаржылықтың тәртібін қайып, әжептәуір ихрам киген бауырларымыз сигаретті шеге тұрады. Ұят қой бол. Неге шегіп басын десем, аналар шегіп батыр қой. Түркиядан келген мұсылмандар шегіп баса, сен шегесің ба? Біреу өлсе өлесің ба? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам іштерінде ең күштілерің кімді? Ең мықтыларың кімді? Қара сахабаларын жауап. Аллах пен оның елшісі деп. Пайғамбарымыз айтты, кім ашуы келіп тұрған уақытында ашуын тежеген адам ең мықтылар. Ең мықтымыз соларымыз. Ихрам кигеннен кейін атыламайды. Қажылыққа жыла келген бір жақсы бір қазақтың бір батыр жігіті бар. Мен оны бір ондай бір қызухан деп ойламаған екенмін. Лектің ішінде бір негір бірдеңе деп қойды. Негірді ұрмақшы ихрам тұр. Болмайды, қарап. Кешірген қызып кетіп дейді. Қызып кетіп болмайды ихрамда. Ол ихрам бұл. Еш нәрсені өлтіру мүмкін емес жерде. Өзінің битіңді сен өлтіру мүмкін емес нәрсе болғанда адамдармен ерегісуге болмайды. Қашан сен Хажы Мабрур боласың, Хажы Мабрур сонда боласың, шариғат айтқандай ешкімге азар бермесең, қараң, адамға емесем, жердегі хайуанаттарға азар беруден тыйып жатыр. Бір
аңшы кетіп жатса, мынау киікбек деп айтып қоюға ақым жоқ. Соның үшін ихрам киген уақытта, әлхамдулилля, аузымыздан жалғыз ғана жақсы сөз шығу керек. Барлық уақытта біз мұсылмандар жақсы сөзде болуымыз керек. Себебі Аллахтың елшісі, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям кім Аллахқа сенсе, қиямет күніне сенсе, көршісімен жақсы тұрсын деді. Көршісімен, бұл жерде біздің көршілеріміз бар, жерде біздің. Бүкіл мұсылман елдерінен, әлемнен кеп тұрған көршілеріміз бар. Солармен жақсы тұруымыз керек. Ол негр бола ма? Ол африкандық, ағылшын, араб бола ма? Кім бола ма? Қытай бола ма? Олармен біз жақсы мәміледе болуымыз керек. Біз жамандық қыса да, олармен біз жақсы мәміледе болуымыз керек. Қажылы 2007 еді, Абсаттардың басшылығында барғанымыз. Минаға барғанда біздің орнымызды украиналық мұсылмандар қойды ғой. Енді муфтияттан адамдар жібереді, ешкім шеше алмағаннан кейін Қайрат Төлесов деген бауырымыз Абсаттарға әбеке сіз барыңыз деді. Абсаттар қазақтың сақада жігіттерінің бәрін жеп алды. Қазақстанның небір жігіттері бар ғой, бәрін жеп алды. Енді анау тұрғандар ішінде бәрі бар, арабы да бар, орысы да бар, кавказдар бар. Төбелеске тая тұр ғой, көздерінен ол мәмілеге келіп жоқ, төбелес бар қарсаңыз. Ал енді біздің жігіттерді қорқатын жігіттер емес, Қазақстанның жігіттерді, сақада жігіттер бар. Сонда Абсаттар шығып, жаңа екі жақты көркемдіктен шешіп қойды. Қане жүріңдер, басшыларыңды алып шығыңдар, барайық. Егер осы сендердің жерлерің болса, береміз сендерге, біздіге болса бересіңдер деді. Сөйтсе, олардың басшылары жеремаған екен. Қазақстанның жеріне кіріп өткен екен. Үлкендері жылады ғой тұр. Абсаттар бәрін шығарып, және олардың жерлері бар екен, жерлерін тауып берді. Кеткенінше Қазақстандардың қызметінде болады көрдіңдер ма? Соның үшін ертең Мина деген жерде шайтан ләғин болады жерде. Жамараттарда шайтан ләғин болады. Соның үшін қызбалыққа салынуымыз керек емес. Барлық уақытта сабыр сақтауымыз керек. Сабырда үлкен нәрсе бар. Сабырда үлкен нәрсе бар. Кімде-кім Аллахқа сенсе, ақырет күніне сенсе, қонағын тұтсын деді. Қазақ сондай халық. Сәткенім қары деген Ташкеннің қожасы бар еді. Совет үкіметінің уақытында мыңдап адамды оқып башылатқан адам. Сол адам айтады ғой, ол кезде граница жоқ. Тұрбатқа барып қымыз ішіп жатырмыз дейді. Жолдан бір су ішейік десек, лампаңымыз да келіп жатсақ, бір жас жуан дейді, өзбектер, қазақтар сендерге нан тауып бере алмайды ма? Кешең құр қолмен кел, болмасам шығып кете бер дейді ғой. Мен таң қалдым дейді. Қазақтың бір әйелі бүкіл қазақтар үшін жауап беріп жатыр дейді. Кіріп келіп едік, сразу қойды сойды қызды. Етті асты, қымыз да келді берді. Мен осындай қазақтардың әйелін көрдім деп сол адам неше жерде айтты көрдіңіздер ме? Біз сондай халықпыз, қонақжай халықпыз. Мұсылман халық қараң, бәрі қонақжай, соның ішінде біз қазақ ақырғы лағын сойып қонақ өскен халықпыз қараңыздар. Мен 90-шы жылдары Маманганға балдар апаратын болдым. Қазақ балдарын жеп апарып жатырмын.
Sonda Hasan деген жігіт бар екен. Автобустың ішінде бір жігіт, сіздің баратын жағыңыз ұзақ, мына автобусыңыз барамайды, сіз бізге түсіңіз түн болып қалды деді. Қай қарамыз дедім да, біз неге барасың деді. Жаңағының бара қаранған өзбектер танымайды бізді, білмейді бізді. Сөз салсың таксиге міндірді, енді 20-30 бала бәрі аш ауқат жемеген. Ол кісі отырған жоқ. Үйіне кеп алма қойып жатыр, алманы да жеп жатыр, жүзім қойып жатыр, жүзімді қарашы. Олай қарамаңыз. Жесін. Бұл шақырмаған қояр, жесін дейді ғой субханалла. Әйелі бір тандырынан жапты, оны жеп қойды. Палау істеді, оны жеп қойды. Сөйтіп азанғы намазға бардық қой. Азан намазға барып, бұлар Қазақстаннан білімізден үшін келген жігіттер десе жаңағы өзбектер субханалла үйлеріне бөліп алып, ауқаттарын қылдырып, таксимен Наманганға Қашаннан алып келіп, балдарымыздың бәрінің қалтасына ақша салып жіберді. Мұсылмандар осындай болады. Танымайды, білмейді қараңыз. Ең құрметтеп отқаны білімізді өткен балдар деп отыр. Мұсылман халқының бәрі осы қылған. Кім Аллахқа сенсе, ақырет күніне сенсе, қонақтарын күтсін деген. Ертең біз Минаға барамыз, Арафатқа барамыз. Көрші елдерден, болмасам басқа бір жерден қонақ кеп басашы, оған жай қарамаңыздар. Оларды күту біздерге уашып тұр. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, кім Аллахқа сенсе, ақырет күніне сенсе, тапса жақсы сөйлесін, болмасам тек тұрсын деді қараңыздар. Тек тұрсын деді қараңыздар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, ұлылық иесі болған Аллахтан қорқын деді. Арзымайтын жақсылықты ескерусіз қалдырма деді. Біреуге құдықтан су әперуіңді, аттақ адамы қамысына төруіңді жақсылық. Менмендік қылма, даңдайсыма. Ұлылық иесі болған Алла субханаху ва тағала даңдайсығандарды, менменсігендерді жақсы көрмейді деді. Сені біреу боқтап атса, балағаттап атса, сен оны боқтама, сабыр қыл. Ола тәслиманы ақада ешкіммен сөгіспе, боқтаспа. Саған есепсіз тауаптары бар деді. Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху бір жиында отырғанда біреу балағаттады, боқтай берді. Ақырында Әбу Бәкір Сыддық та Алла разы болсын оған, сен не деп еді? Пайғамбардан тұрып кетіп қалды. Артынан жүгіріп, я Расулаллах, не болды дегенде, ей Әбу Бәкір, сен сабыр қылып тұрғаныңда, саған періштелер келді. Сен де оны балағаттағаныңда шайтан келді. Сен білесің, шайтан жүрген жермен тұрмайтынды деді. Әбу Бәкір Сыддық, Алла ол кісіден разы болсын, өмірінің ақырына шейін қайтып ешкіммен егескен жоқ. Енді Әбу Ханифаны білесіздер ғой, Әбу Ханифа рахматуллахи ұлық имам. Енді ғалымдардың дұшпаны бар екен ғой. Бір отырыста біреу боқтап атыр, балағаттап атыр, не қылып атыр? Ол жем отыра берді, кейін тұрып кетті. Ана артынан келіп шешеңді, әкеңді боқтап атыр. Бір уақытта, не қылып тұрсың шешеңді деді. Үйіме келіп қалдым деді. Сен ішіңде қамасынан тұрмын деді. Анау ше түс жоқ тұр, түс жоқ. Сен қандай ғалымсың, қандай имандысың. Мені кешірген, менің мақұлықты кешірген деп айтады шөп қараңыздар. Сабырда осындай үлкен жеңістер бар. Инналлаха ма'ас-сабирин. Алла тағала сабырлы қосқан деді. Бұл ағайындар, бұл үлкен сапар, үлкен жол, үлкен құлшылық. Бұння ислам аля хамсин. İslam 5 нәрсенің үстінен құралында. İman, namaz, ораза, зекет, хаж ең негізі көрдіңіздер ме? Өз қажылықта өте бір жұрттарға өнеге болатындай болады. Және мен қарындастарыма тағы айтамын. Ихрам дегеннен кейін, қажылыққа шыққаннан кейінше
жеңішек сияқты орамалдарыңызды тақып алыңыздар. Себеп біздің астымызда Қазақстан халқы бар. Қазақстандықтардың қаржылар осындай ма десе, елімізге тимесін. Үміт қылып шықтыңыздар ма? Кейін тағамасаңыздар да, бұл өздеріңізден. Бірақ мына сапарда тағабағандарыңыз жақсы болады. Қаныр дуа қылайық. Аллахумма унсур ман насрал ислам, ва айдит ман айдад-дин, ва хзур ман худал ислам, ва кабид ман аадад-дин, фансурна лал қаумил кафирин. Раббым, сенің рахметіңнен үміт қылып қажылыққа бара жатырмыз. Тәңірім, қажылықтарымызды қабыл қыл. Аман есен, жарық жүзбен, хаж мәбрур болып, дуаларымыз қабыл болып, елге аман есен келулерімізді нәсіп қылар. Тәңірім, дүние халықтарына хидаят бер. Мұхаммед үмметтеріне хидаят, нұсрат береке бірлік бер. Біздің Қазақстанымызға хидаят бер. Қазақстанымызға да хидаят бер. Нұсрат бер, береке бірлік бер. Егеменді еліміздің еңсесін, егеменді елдердің еңсесінен биік қыл Тәңірім. Елбасымыздың еңсесін, әлемдегі менемен деген елбасылардың еңсесінен биік қыл Тәңірім. Бұл сапарымызды баршамызға, ел жұртымызға, халқымызға құтты берекелі қыл. Раббым, перзенттері, жарлары, бауырлары, мұсылмандар үміт қылып осы қажылар бізді жіберіп алды. Тәңірім, сенің дініңе жәрдем бергендерге жәрдем бер. Қуаттағандар қуатта. Тәңірім, бұл қажылық дүние ақыреттеріміз үшін қайырлы болсын. Аллах. Бер қараңыздар ағайындар, сабыр етіңіздер. Қазір мен таныстырып өтемін. Әл-Маруа қаржылық компаниясының жаңа президенті кеңесшісі осы Абжаппар ағамыздан ақыл кеңес бердіңіз. Бұл бір. Екінші, біздің Әл-Маруа қаржылық компаниясы президенті Рахматулла Сманов танымаңыз. Одан кейін біздің гидтерімізден Мұхаммаджан имамымыз. Одан кейін Талдықорғаннан келген имам қайда? Қайда? Кел, ой сен қайқын, атың кім? Шынарбектен бұл жаңағы мүфтияттан жіберіп оқыған бізге имам. Бұл да қызмет етеді. Шынарбек, осы кісілер, одан біздің Али студияның директорлердің 18 бойы бүткіл құлшылық ғибадаттарыңызды түсіріп интервью алып отырады. Ана бір ел бір хадияңыз бесіңіздер қайда сіз түсіре береді. Намекті түсініңіздер ғой. Біздің докторымыз кім? Асқар. Қандай бір ауырып қалған жағдайда осы доктор 24 сағат қаржыларды қызмет етеді, 150 кісі. Түсініңіздер ма? Мінекей докторымыз дайын. Компания президенті жандарыңыздар Рахматулла. Мінекей официал имамымыз Мүфтияттан Шынарбек Абжаппар ағамыз, мінекей патуаңызды Мұхаммаджан имамымыз. Ол кейін мен ең кішкентайым енді. Бұл кісілер ең мықтылар. Мен шауып келіп барып келдім. Адым Халиолла. Мен мына Шымкент қалалық өкіліміз. Түсіндіңіздер ғой. Ендігі мәселе, қазір біз отыратын болсақ, енді біз шариаттың талабымен жүруіміз керек. Әйелдерді, топты әйелдер өзімен өзі. Ал біреу кімнің әйелі немесе анасы, ол онымен бірге болады. Әйелдер басқа еркектердің арасында араласып, еркектер әйелдің арасы кіруге болмайды. Өте сақ болыңыздар. Түсініңіздер ма? Тек мақырамсыз мен болмаса, басқалардың жанында болмайды. Ертең мешітке барсақ та, қаяқта барсақ та, әйелдер бөлек жүру керек, бөлек тамақтанады, еркектер бөлек жүру. Намазханада сондай, түсініңіздер ғой. Сол үшін араласпаңыздар. Шариат жаңағы не демекші, барып ана қонырға барған кейін кейбірлер шашын бет байлай салады, шашын бәрі желбіреп. Бол бір тал шаш көрінбеу керек. Ана ұрсуы мүмкін арабтар харам деп. Шарманда болып қалмайық. Бұл фарз, бір тал шаш көрінбеу керек. Сіздер қаржылық фарзға барасыздар. Өте сақ болыңыздар. Әрбір кемшілік жасап қойыңыздар ма? Бір қой штраф, $100. Оны мен жинап айтып қояйын. Абайларыңыздар, иншалла. Енді қазір отыруымыз басталады.